Dağılsız qavursiz qurbat ketdi. Zemrani bo'yab ketdi. Bizning vaqtda qilmas bo'lsa ayqaq izlay boshlaysan. Vaqtda durust tabasan sherlakiyak. Kelmeyona qasında qilmaskerlar qutulmas. Dalilda tez tavada sherlakiyak. Borsa bo'ldi aqlda qilmasda bo'lashadi. Adallatda ko'rsatadi sherlakiyak. Sherlock'tan burun tabыңдаршы. Ит балықты кім тонап кетті екен? Dostlar reніш болмасын. Meni tonab ketdi. Qayырлы таң. Қайырлы таң Гермиона. Шерлок, Веда туралы білесің бе? 8-ші пәтерде тұратын керікті айтасың ба? Жоқ, Веда. VEDA. Виртуалды электрониканың детективті атқарушысы. Қылмыс іздері мен түрлерін сараптайтын аса күрделі құрылғы. Бұл құрылғы дерек қорлардан мәліметтер жинап, бізге шындықты айтып бере алады дегенге сенетін боларсың. Дұрыс, демек есептеуші болғаны ғой. Жоқ, олай емес. Жоғарғы технологияның озық жетістігі. Веда қолда болса, шатасу дегенді білмейсің. Маған таза дәптер мен қалам берсең болғаны. Маған мұндай озық технология қажет емес. Виртуалды детективтер бағдарламасына қош келдіңіз. Өтінем аты жөніңізді енгізіңіз. Гермиона. Кешіріңіз, сіздің даусыңыз қабылданған жоқ. Өтінем, анықтап қайталаңыз. Гермиона. 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 Бұған не боп қалды? Батырмасын дұрыс баспаған сияқтысың ғой. Ұмытып кетіппін ғой. Қолданушының мәліметтері сәтті енгізілді. Қош келдіңіз. Кеткен ақымақтар. Ведаңа телефон тұтқасын көтеруді үйретсеңші. Шерлок ек, тыңдап тұр. Көз ашып жұмғаша жетеміз. Бізді күтіңіз. Ит балықты тонап кетіпті. Отқан ақшаларымды мына сандықшаның ішіне тығып қойған едім. Сөйтіп оны бассейннің астына тастағам. Тоқтаңдар, электронды көмекшімді ашып алайын. Сізге қажет ақпарат ашылды. Өтінемін тергеу сипатын тезірек енгізіңіз. Тергеу амалдарын бастайық. Менсіз бастай бер. Тонау туралы енгізгіңіз келсе бірді басыңыз. Ал ұрлық болса екіні басыңыз. Қызық екен. Мұна таспақа немесе тауық сындыруы мүмкін. Неге бұлай ойлайсыз? Ұтыстарымды сандықшаға салып бассейнге тастағанымды солар ғана біледі. Ұтыс дейсіз бе? Заңсыз орнатқан құмар ойын туралы айтып тұрсыз ба? Құмар ойын? Құмар ойын деген не? Мен құмар ойын ойнамайым. Сенің орныңда болғанымда маймылдың баласын таңдар едім. Өткен түндегі ойынымыз туралы айтып тұрсың ба? Бәрін басынан баста. Кеше не болғанын айтып бер. Жарайды. Таспаққа тауық және мен бақытты отбасы ойынын ойнайық деп шешті. Жеңіске ұғыстағы ұлдырықтың бірнешеуін беретін болып келісті. Сөйтіп оны менің сандықшама салып су астына тастап жіберді. Жеңімпаз анықталған кезде сандықшаны су астынан алатын болдық. Сөйтіп мен жеңіске жеттім. Сандықшамды ашып қарасам, ішінде ештеңе де жоқ. Түсінікті. Әрине, жеңілгендерде де осал емес шығар. Бассейннің тереңдігі қанша? 3 метрге жуық. Тергеу амалдары жүргізілуде. Суға тастаған ұтыстың ұрлануы. Өтінемін, жәбірленушінің шағымын енгізіңіз. Бұл не нәрсе? Дамыған технология. Ведаңа алғашқы екі күдіктінің мәліметтерін егізсен болар еді. Олар тасбақа және тауық. Оны бірінші өзіңнің дәптеріне енгізіп қойсан қайтеді. Жануарлар туралы мәліметтер сәтті енгізілді. Өтінемін, қосымша мәліметтерді дерек қордан іздеп тапқанша күте тұрыңыз. Тасбақа мен тауықты сұраққа алу үшін Веданың қажеті қанша? Бұл құрылғы арқылы шындықты білеміз. Кейбір қылмыскерлер өтірік айтады емес пе? Кімді қылмыскер деп тұрсың? Мен тергеу амалдарына қатысты сұраққа жауап беру үшін келдім. Рас айтасың. Сонымен кеше түнде карта ойнап отырғанда күдік тудыратындай ештеңе байқамадыңдар ма?
Мен байқамадым. Біз жеңе алмай ұтыстан құр қалдық қой. Біз ойынды үнемі осы үйде ойнаймыз. Үнемі? Сонда жиі ойнайсыңдар ма? Негізінде, иә, солай. Түсінікті. Жүр Гермиона. Қылмыс болған жерге барып қайтайық. Мынау тауықтың қанатына ұқсайды екен. Қазір Шерлок. Оу. Уақиға желісін бізге Веда айтып берсін. Сараптама жасалуда, күте тұрыңыз. Сараптама қорытындысы бойынша бұл қанат 95% сұр тышқанның құйрығына ұқсап тұр. Тышқанның құйрығы. Неткен данышпандық десеңші. Тоқта. Әрең енгіздім ау. Түзету енді қабылданды. Ал нәтижесіне келер болсақ, бұл қанат 100% тауықтікі болып шықты. Демек, бұл қылмысқа тауықтың қатысы бар. Сенің дедіңсіз не істей алар едік? Баларың ақылға сыймайды. Сол түні суға секіріп тереңіне бойлап сүңгісен біреуін көрер едіңдер ғой. Сөзінің жаны бар. Оның үстіне сандықша 3 метр тереңдікте жатқан. Тауық құс. Ол биіктіктен келіп суға сүңгігеннің өзінде жарты немесе 1 метрден артық тереңдей алмайды. Тасбақа сияқты емес. Оның раст, мына қанат екеуінің біріңе тиесілі. Қанатын қаққан сайын түсе береді. Ол қылмысқа жатпайтын шығар. Бірақ электронды технология ешқашан шатасқан емес. Веда қылмыскерді тапты. Гермиона, бір нәрсені байқамай қалған сияқтысың. Мұндағы тістердің іздерін көріп тұрмысың. Бұл да қылмыскерден қалған айғақ. Қылмыскерлердің тістері салыстырылып сараптамадан өткізілуде. Әзірге бұл ізге тасбақаның тұмсығы 99% сай келіп тұр. Бәрі анықталды. Итбалықты тасбақа тонап кетіпті. Не айтып тұрғаныңды білемісің өзің? Заңгерім келмейінше жауап бермеймін. Бұл жерде тістің ізі бар. Ал тасбақаларда тіс болмайды, тұмсық болады. Мұндай әрекетке баратын алып тісті бір ғана су жануарын білемін. Шарлатяк, мұнда қандай себептен келмей? Кішкентай ақ тышқанға келіпті ғой. Жымиып қойсаңшы. Бұл не тағы? Альбомыма сенің де кескініңді салып қояйын деп едім. Тістің іздері тексеріліп жатыр. Жаңа күдіктінің тісі 100%-ға сәйкес келеді. Күлегеш мырза, қылмыскер сіз екенсіз ғой. Сұрағыма жауап бер, Пираня. Кеше түнде итбалықтың үйінің маңында жүрген сенсің ғой. Солай ма? Мазақтарың ба, мына жерден қалай шығамын? Соңғы күдікті туралы тағы бір мәлімет. Күдікті мен жәбірленуші арасында су ағысы жоқ. Бұл балықтың ол аймаққа баруға мүмкіндігі жоқ. Өз аймағымнан шыққан емес, сондықтан мазамдала бермеңдер, ұқтыңдар ма? Түсінсем бұйырмасын. Пираня итбалықтың бассейніне бара алмайды делік. Сонда оның тістерінің ізі сандықшада қайдан жүр? Итбалықтың үйіне қайта барайық. Қылмыскерді қалайда табуымыз керек. Қылмыскерді іздестіру жалғасуда. Тағы бірден іздеп жүрсіңдер ме, бәлкім көмектесермін. Мынау қызық екен. Веданың сканері істемей қалды. Бұл аймақта басқа да электронды құрылғылар бар сияқты. Қызық. Жасырын видео бақылау жүйесі. Бұған түсірілген жазбалар сақтала ма? Жазбалар? Қайдағы жазбаны айтып тұрсың? Не туралы айтып тұрғанын түсінсем бермасын. Солай. Өтінем, орныңыздан тұрыңыз. Жарайсың, Шарлот. Баста аяқтарды осы жерден көреміз. Алаяқ өзің екенсің ғой. Осы арқылы жеңген екенсің ғой. Сабыр сақтаңдар. Анығына жетпей ұрсыса бергендеріңді қойыңдар. Тоқта. Мына кезде қайда бара жатсың? Жетханаға, егер бассейнге барған болсам, малмандай су болып келер едім ғой. Сен білсең тексер. Сонымен біраз уақытқа кеткен сияқтысың. Астыңғы тұмсығың неге үлкейіп кеткен? Көп су ішкендіктен. Жақсы, расында үстің құрғақ екен. Алаяқ! Мына жерде үстің малмандай су. Әжетханаға кіріп үстіңді сулап алған. Сенбесең тексер. Міндетті түрде тексереміз. Гермиона, өтініш маған көмектесіп жіберші. Мына жерден бассейн анық көрінеді екен. Қылмыскердің кім екенін тапқан сияқтымын. Ал сен жас із кесуші. Зер салып қарап,
Зерттеген болсаң, кімнің қылмыскер екенін анықтаған шығарсың. Біреу итбалықтың сандықшасындағы уылдырықтарды ұрлап кетті. Ондағы құлыпты бұзған тістің іздері пираньянікіне сәйкес келеді. Ал сандықшаның ішінде барын тек тасбақа мен тауық біледі. Екеуі де ойын барысында сыртқа шығып келген. Пираньяға келер болсақ, ол аквариумда өмір сүреді. Өздігімен ешқайда шыға алмайды. Қалай ойлайсың, кімнің істеуі мүмкін? Бәрі оп-оңай. Сен итбалық, уылдырықты ұрлауыңа еш себеп жоқ. Себебі ойынды алаяқтықпен жеңетініңді білдің. Сен тасбақа, бассейннің түбіне дейін түсе аласың. Бірақ тұмсығыңмен құлыпты аша алмайтыныңды анық білесің. Демек, мұны жасаған қылмыскер пиранья. Бірақ оның жанында көмек көрсеткен сыбайлас болған. Ол қылмыскер тауық сенсің. Әжетханадағы терезеден ұшып шығып, пираньяны аквариумнан шығарып алғансың. Содан кейін оны бассейнге әкеліп жіберіп, оның уылдырық салынған сандықшаны алып шығуын күткенсің. Соңғы міндетің ойынға қайта оралып, мына суреттегідей жұмған аузыңды ашпай тыныш отыру болған. Бәрін дұрыстаптың, Шерлок, бірақ енді мені ұстай алмайсың. Ей, ұра, қане, кері қайт. Ұра, алаяқ, ұра, алаяқ. Алаяқ. Қайнатта бағында құмар ойын ойнау заңға қайшы екенін білесіңдер ғой. Сондықтан жеңгенге берілетін уылдырық ешқайсыңа тиесілі емес деп ойлаймын. Сандықшаға салынған жүлде туралы мәлімет табылар емес. Құжаттар жойылған. Өтінемін, мәліметті қайта енгізіңіз. Неткен ақымақтық. Уәде етемін. Саған келесіде дәптер мен қалам алып беремін. Достар, тегін уылдырықтың дәмін татыңдар. Бұл өте дәмді әрі қымбат уылдырық. Қане, қайсың жейсіңдер? Аса дәмді қуырылған уылдырық. Қане, қайсың жейсіңдер? Достар, тегін уылдырықтың дәмін татыңдар. Балапан телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған.